Бүгін мына қарынмен күшті қазақша колбаса жасаймыз ғой. Мынау енді рулетінде даже қарынды жей алмайтын адам өзі сүйсініп жейді ғой. Жұқалап туралған етімізді мариновка жасап аламыз. Оны чеснок қосамыз. Бір қасық тұз қостым. Сосын бұрыш себеміз. Енді әдемілеп араластырып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Каждый үйде болатын ашты папалар жақсы көретін аджика. Соны бетіне жағамыз да қартам. Күшті дәм береді бұл. Мариновкаланған етімізді үсті бетіне қойып шығамыз. Рулетімізді қысып осылай орап Қойып шығамыз, әдемілеп. қарнымызды сочный, аппетитный қылып орап тастадық, тігіп тастадық. Енді осыны мынандай мантоваркаға саламыз. 2,5-3 сағат қайнатамыз. Иісі бұрқырап, үйдің бәрі бүйтіп жайқалып алады. Мұнымыздан тек виски кетесіздер. 3 сағат тұрсын енді мантоваркада. Ал балпылдап қарнымыз пісті. Енді осының жүптерін алып тастаймыз. Формасын келтіріп, ыстықтай үстеп орап суығандан кейін холодильникке бір түнге қойып қоямыз. Ол енді ертең жегенге жарайды. Нағыз құдалардың алдына қоятын қазақи колбаса ғой мынау.